what's up friends? How are you today? Today we're going to talk about subjective pronouns, be verbs and the negative form. Ассаламағалейкум, сіздермен бірге мен қайтадан Сұлтан. Бүгінгі сабағымыз жіктеу есімдіктері, be етістіктер және олардың болымсыз түрін қарастыратын боламыз. Бұл ағылшын тілі нөлден бастап 8-ші сабақ. Сонымен кеттік. Алдыңғы сабақта өткенімізде бізде жіктеу есімдіктері олар I, he, she, it, you, we, they. Ал қасында қысқартылған be етістіктері, яғни I'm, his, she's, it's, your, we're, their. Ал енді қалай болымсыз сөйлем құраймыз? Өте оңай. Жіктеу есімдігі be етістігі және одан кейін not сөзін қолданамыз да біз болымсыз сөйлем құрастыра береміз. Мысалы, I'm not a student. Мен студент емеспін. He's not a student. Ол студент емес, ер адамдарға. She's not a student. Ол студент емес, әйел адамдарға. It's not a dog. Ол ит емес. You're not a student. Сен немесе сіз студент емессіз. We're not students. Біз студент емеспіз. They're not students. Олар студенттер емес. Енді осы екі сөйлемді, соңғы сөйлемді қарастырайық. Бұл жерде біз көпше түрдегі сөзді қолдандық, яғни студенттер, өйткені біз, яғни students әш жалғауы, students әш жалғауы. Сондықтан бізде ешқандай артикль жоқ, ал қалғандарында артикль бар, өйткені олар жекеше түрде. Мен, сен, ол, сіз деген секілді. Енді мысалдарға көшейік. Бұл мысалдар бастамас түрін менің артымнан қайталаңыздар, мұқият тыңдаңыздар да, менің артымнан қайталаңыздар, ол өте маңызды. I'm not a boy. I'm not a boy. I'm not a girl. I'm not a girl. He's not a man. He's not a man. He's not a boy. He's not a boy. She's not a woman. She's not a woman. She's not a girl. She's not a girl. It's not a chair. It's not a chair. It's not a cat. It's not a cat. You're not a singer. You're not a singer. You're not a friend. You're not a friend. We're not sisters. We're not sisters. We're not brothers. We're not brothers. They're not people. They're not people. They're not cars. They're not cars. Сонымен, құрметті достар, біз сабақтың соңына да келіп жеттік. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Видеоға лайк басыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Міндетті түрде ағылшын тілінен сабақтар салып жүретін боламын. Және комментарий жазыңыздар астында. Маған сабақ түсінікті болды, немесе түсініксіз болса неге, сұрақтарыңызды жазыңыздар астында. Осы тақырып бойынша болды. Сонымен өйткені көбірек лайк болса, көбірек комментарий болса, бұл видеоны YouTube платформасы басқа адамдарға ұсынатын болады. Яғни сіз басқа адамдарға ағылшын тілін үйренулеріне себепкер боласыз. Сондықтан достар, лайк басайық, каналыма жазылыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Goodbye.